Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді әрі тойымды таңғы ас дайындаймыз. Бұл таңғы асты гренки деп те атай береді. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш немесе әртүрлі дәмдеуіштер салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Содан соң үстіне ұсақтап туралған аскөкті салып, тағы да араластырып аламыз. Енді батон нанын жақсылап жіңішкелеп турап аламыз. Бұл таңғы асқа осындай батон нан өте жақсы үйлеседі. Егерде сіздерде батон наны болмаса, кәдімгі нан да жарай береді. Енді жұмыртқалы массаның үстіне нанды қойып, жақсылап аунатып аламыз да, табамызға кішкене май құйып жіберіп, қатты отта екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Жұмыртқаға аунатылған нанды міндетті түрде қызып тұрған майға салуымыз керек, өйткені қызымаған майға салсаңыздар, нан барлық майды жұтып алып, тым майлы болып кетеді. Біздің оп-оңай жасалатын таңғы асымыз дайын, өте дәмді, күшті болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік. Сіздермен болған Раушан.